Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге қызықты деректер каналы. Бүгін сіздермен бизнес туралы сіз естімеген деректер топтамасымен бөлісетін боламыз. Жұмыс күнінің ішіндегі ең өнімді күн қай күн екенін білесіз бе? Ол сейсенбі күні екен. Әлемде күніне 65 адам миллионер болуда. Миллионерлердің 20% университетте оқымаған. Олардың қатарында Стив Джобс, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Генри Форд, тіпті алғашқы миллиардер Джон Рокфеллер де бар екен. Әлемде күніне 33 түрлі жаңа зат пайда болса, олардың 13-і ойыншықтар екен. Ал әлем ойыншықтарының 80% Қытайда жасалынады. Бензиннен кейінгі ең көп сатылатын тауар кофе екен. Сізге де кофе ішкен ұнай ма? Статистика бойынша 90% ресторандар ашылғаннан кейін бірінші жылда жабылады екен. Әлемде 40 мыңнан астам Макдональдс кафелері бар. Олардың көбі франшиза арқылы жұмыс істейді. Біз ойлағандай негізгі табыс бургерлардан емес, жылжымайтын мүлікті жалға беруден түседі екен. Дүкендегі хош иіс көп жағдайда жасанды. Бұл сатып алушыларды сауда жасауға итермелейді. Әсіресе бұл аш адамдарға қатты әсер етеді екен. Байқасаңыздар, дүкенде балалар көру үшін балалар өнімдері еденге жақын сөрелерде орналасқан екен. Фастфуд асханаларында жылдам музыка қояды. Өйткені келушілер осындай әуенге асты тез жейді екен. Демек, жаңа клиенттерге орындар тез босайды. Жарнама қызметі нарығының жылдық айналымы $500 триллион құрайды. Яғни $500 миллиард. Салыстырмалы түрде әлемдегі темекінің жылдық айналымы $400 миллиард құрайды. Яғни одан $100 миллиард аз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше достар.